Қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен сүзбелі бәліштің ерекше жасалу түрімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар, видеоның соңына дейін қараңыздар. Бұл рецепт өте ерекше, басқа сүзбелі бәліштерге қарағанда. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Жасамас бұрын видеоның соңына дейін жақсылап тыңдаңыздар. Ингредиенттерін бәрін описанияға қалдыратын боламын. Жұмыртқа және жұмыртқаның бетіне қант саламыз. Одан кейін шым-шым тұз. Осы үшеуін барлығын миксермен жақсылап көпіргенше айналдырамыз. Бірінші миксердің жай жылдамдығынан бастаймыз. Егер де қатпарлы рецепттен шаршасаңыз, осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіз. Ұнайды деген сенімдемін. Жұмыртқа осындай әппақ болуы тиіс. Енді осы массаға айранды құйып, миксермен тағы да миксерлейміз. Біркелкі араласып кеткенше, одан кейін сұйық майымызды құйып, тағы да миксерлейміз. 20 секунд жеткілікті. Ұн және ұн қопсытқышты електен өткізіп барлығын бірден саламыз. Ұн шет-шетіне шашырамасын деп, кішкене осылай миксердің вентилімен араластырып алдым. Одан кейін миксердің жай жылдамдығынан бастап, барлық жылдамдығына дейін жақсылап араластырамыз. Біркелкі масса пайда болу керек, ішінде ұндар қалмауы тиіс. Сұйық массамызды дайын болған соң қойып қоямыз бір шетке. Енді начинкасын дайындайтын боламыз. Менде майсыз сүзбе және де қант. Одан кейін бір жұмыртқамыз саламыз. Барлығын осылай езіп тастайтын боламыз. Дайын болған езбені кремге арналған осындай мешоктарға салуға болады. Немесе үйде салафанға салыңыздар, болмаса. Осылай барлығын салып аламыз бір қалтаға. Формаға сұйық массамыз саламыз. Форманың астына пергамент бумагасын төседім. Себебі түсіргенде оңай болсын деп барлығын саламыз. Одан кейін бетін кішкене текстеп жіберу керек. Енді бетіне көлденеңнен осылай сүзбені сығып шығу керек. Енді тағы да оған қарама қарсы бағытта осылай сығып шығамыз кремді. Яғни сүзбені. Бетіндегі сүзбесі кішкене тестаға араласу үшін осылай кішкене ұрғыладым. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минутта пісіріп аламыз. Міне бәлішіміз осындай болып пісіп шықты. Түрі өте әдемі болады. Бетіне қант ұнтағын септім. Әсемдігі үшін. Бұл міндетті емес. Егер де қатты тәтті болып кетеді десеңіздер, жай ғана өзін кесіп қойсаңыздар да әдемі көрінеді. Мен ыстық күйінде бірденнен кесіп бастадым. Өздеріңіздің қалағандарыңызша жасаңыздар. Ыстық күйінде де кескен кезде түсіп қалмайды. Міндетті түрде үйлеріңізде кішкене ғана сүзбе болса, осы рецептпен жасап көріңіздер. Жұмсақ, өте дәмді, ауызда ерейтіндей болып шығады. Егер де рецепт ұнаса, міндетті түрде каналыма тіркеліңіздер. Сау болыңыздар.